Сәлем достар, сіздермен бірге Пазл ТВ арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге шын өмірде болған оқиға желісіне байланысты түсірілген фильм 2009 жылы шыққан «Цветок пустыни» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видеоны бастамас бұрын арнама тіркеліп өтсеңіздер, сіздерден үлкен қолдау болар еді. Фильм өте ауыр десек те болады. Кішкене қыздарды туылған сәтінен бастап сүндеттейді, яғни жыныс мүшесін кесіп, тігіп тастайды. Фильмде осы салт туралы болмақ, және де осыған қарсы тұрған қыз туралы айтылады. 13 жасар Варис кочевниктік отбасында дүниеге келген. Олардың өмір сүретін жері құмды айдалада, өркениет мүлде дамымаған. Варис те 3 жасында осылай сүндетке отырғызған. Кейін 13 жасқа келгенде әкесі оны малға сатып, 50 жастағы еркектің 4-ші әйелі етіп бермек болады. Бұны естіген Варис оған тұрмысқа шыққысы келмейтінін айтып, анасына ескертіп, бұл елден қашып кетеді. Ол қашып нағашы әжесіне келеді. Нағашы әжесі оны бұл жақта қалу саған қауіпті деп Лондонға ұшырып жібереді. Ол Лондонға келгеннен кейін өзінің алыс ағайындарының үйінде қызметші болып жұмыс жасайды. Бірақ та оларды Самариде қауіпті жағдайлар болғанына байланысты еліне шақырады. Барлығы өзінің елдеріне қайтпақ болған кезде Варис өзінің еліне қайтқысы келмейтінін түсінеді және ол жақта өзіне ешкім күтіп отырмағанын түсінеді. Варис көйлекті киіп көргісі келеді, бірақ сатушы оны ұры деп ойлап күзетші шақырамын деп айтады. Ал Варис болса қашып кетеді. Кейін олар тағы да әжетханада кездеседі. Сосын Варис Лондонға келгеніне 6 жыл болса да ағылшынша дұрыс үйренбегенін біледі. Варистің өз еліне қайтқысы келмейді, бірақ оның бұл жақта тұратын жері жоқ еді. Сол себепті Варис дүкенші қызға бірге тұруды ұсынады, бірақ ол келіспей кетіп қалады. Варистің көшеде түнеп мусордан тамақ іздеуден басқа амалы қалмады. Келесі күні автобуста Варис дүкенші қызды кездестіреді. Оның есімі Мерилин болып шығады. Оның бимен айналысатынын және биші болғысы келетінін біледі. Бірақ ол ешқандай кастингтерден өте алмайтынын айтады. Ақыр соңында Мерилин Вариспен бірге тұруға келіседі және оған жұмысқа тұр дейді. Варис кафеге тазалықшы болып кіреді. Ол сол жерден оған атақты фотограф модель ретінде жұмыс жасауға шақырады. Визиткасын беріп кетеді, бірақ та Варис оған жауап бермейді. Солай арада күндер өтеді. Варис пен Мерилин бірге тұруда, олар жақын достар бола бастады. Ал Варис болса ағылшын тілін үйренуде. Кешке олар клубқа келеді. Варис ол жерде Геральт деген жігітпен танысады. Жігіт оны биге шақырады, бірақ қыз өзін түсіне алмай кетіп қалады. Варис үйге келеді. Ол Мерилиннің жігітпен бірге екенін көреді. Осы кезде Варис бұндай қарым-қатынасты бірінші рет көрген еді және де Мерилинді есік алдында күтеді. Қыздар ішке келгеннен кейін Варис Мерилинге сенің бұндайың дұрыс емес дейді. Тек сүндеттелген әйелдер ғана таза пәк әйел болады дейді. Мерилин да сонда бұл қалай деп сұрайды. Осы кезде Варис оларды Самариде сүндеттейтінін және бірінші неке түнде оны күйеуі ашуы керек деп айтады. Және де Варис одан бүкіл әлемде осындай емес пе дейді. Осы кезде Мерилин бұндайды бірінші рет естіп тұрған және бұндай жерде оның мүлде жоқ екенін айтады. Мерилин мен Варис бұны естіп бірге қосылып жылайды. Келесі күні Варис жұмысына фотографтың тағы келгенін көреді. Осы кезде ол Вариске келгенін айтады. Варистің келісуін өтінеді. Құрбысы Мерилин Вариске бағыңды сынап көр және бұдан жақсы табыс таба аласың деп айтады. Содан кейін клубтағы болған жігіт Геральттың хатын береді. Осы кезде Варистің іші ауырып дәрігерге келеді. Оны гинеколог қарап, ол жердің бұрынғы қалпына келе алмайтынын айтады. Бірақ та ауырмайтындай етіп істеп бере аламын дейді. Дәрігер қыздың ағылшынша дұрыс білмейтінін түсініп, самариндік тілді білетін амалды шақырады. Және дәрігер қызға оның түсіндіруін өтінеді. Ол жердің бұрынғы қалпына келтіру мүмкін емес және де тез арада операция жасау керек деп айтады. Бірақ та амал оған бәрін басқаша жеткізеді. Сенің бұлай істеуіңе ұялмайсың ба? Және де операция жасатсаң сен халқыңа сатқындық жасағаның дейді. Варис болса осы сөздерден кейін жылап қалады. Бірақ та Варис өзінің болашағы үшін операция жасайды. Бірнеше күндер өткеннен кейін ол больницадан шығып фотографқа келеді. Фотографтан оның өзіне қанша суретінен сұрайды. Сосын ең алғашқы гримін жасап фотосессия жасайды. Варистің жолы болып жұмысы да жақсы жүре бастады. Бұл кезде Мерилин де кастингке биден өту үшін дайындалып жүрген еді. Варис оған
қымбат сағатты сыйлыққа беріп және де өзін биік өкшемен жүруді үйретуін өтінеді. Варрис жұмысқа келгенде бастығы Дейлер оған жеке құжатының мерзімі өтіп кеткенін, онымен жұмыс жасай алмайтынын айтады. Варрис енді Сомалиға қайтуға керек болады. Осы кезде олар тұратын үйдегі жұмысшы оған өтірік неке құруды ұсынады. Сол кезде ол Англияда қала аласың дейді. Бірақ Дейлер оған өтірік құжат жасап береміз дейді. Олар жұмыс бабы бойынша ақш-қа ұшпақ болған кезде Варристі өткізбей ұстап алады. Кейін қызға залог төлегеннен кейін оны босатады және де оған қысқа мерзімге уақыт береді. Тағы да құқық бұзатын болса, оны еліне қайтаратынын айтады. Варрис елде қалу үшін және жұмысын сақтау үшін жалған некеге келіседі. Некелескеннен кейін олар бірге тұра бастайды. Себебі оларды миграциондық служба тексеретін еді. Жұмыста фотограф Варриске киімсіз түсуді ұсынады. Ол кішкене ұялса да көнеді. Варристің жұмысы жақсы жүруде. Бірақ жалған некедегі күйеуі оны жақсы көретінін айтып бірге болғысы келеді. Оған шыдағысы келмеген ол еліне қайтуды ойлайды. Бірақ та оған осы елдің азаматы деген құжатты береді. Ол құжатты алып күйеуінен ажырасады және танымал бола бастайды. Іссапарлардың бірінде ол Гарольдтың жазған хатын есіне түсіреді. Ол жігітке баруды шешеді, бірақ жігітке келгенде оны қызымен бірге көреді. Содан кейін жылап кетіп қалады. Варрис бүкіл әлемге атақты топ-модельдердің қатарына енді. Ол туралы киноларда түсірілді. Солай тағы да бір сұхбаттардың бірінде отырғанда журналист оған өміріңізді өзгерткен күн туралы айтуын өтінеді. Осы кезде Варрис өзінің өмірін есіне түсіреді. 13 жасында Сомалиден қашқанын, 3 жасында сол жердегі әйелдің кесірінен жыныс мүшесін кесіп қайта тіккенін айтып береді. Бұны естіген адамдар еріксіз жылай бастайды. Варристің айтқан оқиғасының барлығын журналға жазып бүкіл әлемге таратады және бұны бүкіл әлем біледі. Осы журналды оқығандардың арасында Геральт та бар еді және ол Варристі іздейді. Кейін Варрис үлкен сұхбат береді. Ол халыққа сүндеттеу туралы толық айтып береді. Бұнымен күресуге шақырады. Соның арқасында көптеген елдерге бұған шектеу қойылған еді. Бірақ та қазіргі заман 21 ғасырда да бұндай жағдай орын алуда. Фильм туралы өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар. Бүгінге осы.